Пайдалы және зиянды тағамдар. Басты байлық денсаулық екені баршамызға мәлім. Дегенмен қазіргі таңда заман ағымына сай тез өзгеріп жатқан қоғамда пайдалы тағамдардың орнын зиянды тағамдармен алмастырып жатырмыз. Зиянды тағамдар адам денсаулығына біршама зиян келтіруде. Зиянды тағамдарымызға не жатады? Майлы тағамдар, тез дайын болатын тағамдар және де гамбургерлер, картопты фри, картопты чипстер, хот-дог және де сусындардыға келетін болсақ, кока-кола, пепси, фанта, миринда және де басқа тәтті газдалған сусындар жатады. Бір порция картопты фриді жейтін болсақ, онда біз 2,5 қорап темекі шеккенмен бірдей денсаулыққа зиян келтіреді екенбіз. Гамбургердің құрамында ондай аса қауіптілігі жоғары химиялық қоспа жоқ болғанымен, оларда адамдар көп тұтынса, салмақ қосуы әбден мүмкін, тіпті семіздік ауруына шалдығуы әбден мүмкін. Тәтті газдалған сусындар. Тәтті газдалған сусындардың құрамында көптеген консерванттар, ароматизаторлар, бояулар мен қоюландырған заттар бар. Бүкіл тәтті газдалған сусындарда көмір қышқылы кездеседі. Бұл қышқылдың әсерінен асқазанның үрленуі мен кекірік пайда болады. Тәтті газдалған сусындардың құрамында тағы да химиялық қоспалардың көптеген түрлері кездеседі. Ол қоспалар сусынның дәмін, иісін, түсін жақсарту үшін пайдаланылады. Тәтті сусынның қауіптілігі аллерген болып саналады. Тәтті газдалған сусында көп мөлшерде қант қолданылғандықтан, бұндай сусындар қант диабетімен ауыратын адамдар үшін өте қауіпті. Тек диабет аурумен ауыратын адамдар үшін ғана емес, тағы да бауыр, бүйрек, асқазан ауруымен ауыратын адамдар үшін де қауіпті. Мұндай сусындардың орнына химиялық қоспалар аз сусындарды ішкеніңіз жөн. Осындай зиянды тағамдардың орнына өзіміздің ұлттық тағамдардың түрлерін қолдануға кеңес берер едім. Себебі қазағымның қай ұлттық тағамы болмасын, дәрумендерге бай, емдік қасиеттерге ие. Мысалға сүт. Сүт өнімдерін қазақ халқы бір сөзбен ақ деп атап қастерлейді. Сүттен дайындалатын әртүрлі өнімдердің өзінің ерекшеліктері мен емдік қасиеттері бар. Сиыр сүтінен сұйық, қою, қоймалжың, ащы, тұщы, жұмсақ, қатты және ұнтақ түріндегі ұлттық тағамдар жасаса, ешкі сүтін емге қолданған. Бие сүтін ашытып, қымыз, түйе сүтінен шұбат жасап, оларды әртүрлі ауруларға ем ретінде пайдаланған. Сүт тағамдарының құрамы ақуыз, май және көмірсуларға өте бай. Олар адам организмінде оңай қорытылады және сіңімді болады. Кейбір сүт тағамдарында түзілетін сүт қышқылы адамның ас қорыту жүйесіндегі шіру процестерінің дамуын тежейді. Ол денсаулыққа пайдалы және қоректік қасиеті мол. Сондықтан да денсаулығымызды немқұрайлы қарамай, басты байлығымызды бағалай білейік.